Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Айырден Ньюстың кезекті шығарылымынан көретіндеріңіз. Мьянмада мемлекеттік төңкеріс аясында митингтер басталды деп хабарлады Frontier Myanmar. Митингтер Янгон қаласында өтіп жатыр. Қатысушылар ұсталған президент Вин Мин мен басқа да мемлекеттік қызметкерлердің босатылуын талап етуде. Орталық алаңға бірнеше жүзден бірнеше мыңға жуық адам жиналды. Ал ақш президенті Джо Байден аталған төңкеріске қатысқан Мьянма әскеріне қарсы санкциялар қарастыратын жарлыққа қол қойды деп хабарлайды Reuters агенттігі. Байден Мьянма әскерилерін демократиялық көшбасшылар мен белсенділерді дереу босатуға және олар басып алған биліктен бас тартуға шақырды. Сондай-ақ Вашингтон әскери төңкеріс көшбасшыларына ақш басқаруындағы $1 миллиард құрайтын Мьянманың үкіметтік фондтарының банктік есептерін тоқтатып тастайтын шара қолданатынын атап өтті. Қытай төрағасы Си Цзиньпин мен ақш президенті Джо Байден алғаш рет сөйлесті. Телефон арқылы сөйлесу кезінде Байден Бейжіңнің іс-әрекетіне алаңдайтынын және ақштың мүддесін қорғайтынын айтты деп хабарлайды РИА Новости. Атап айтқанда, президент Байден өзінің негізгі басымдықтары ретінде америкалықтардың қауіпсіздігін, сондай-ақ Үнді-Тынық мұхиты аймағын қорғау екендігін айтты. Қытай туралы ақпаратты одан әрі жалғастырсақ, бүгінгі шығарылымызда көретіндеріңіз. Қытай қай елдерге вакцинасын тегін беруде? 2021 жылғы қытайлық жаңа жыл қарсаңында қандай сақтық шаралары енгізілуде? Қытай 2020 жылы жалпы ішкі өнім дамуы оң нәтиже көрсеткен жалғыз ел. Мұның себептері қандай? ақш пен Қытай қарым-қатынасы одан әрі шиеленісуі мүмкін бе? Жаңа 5 жылдықта Қытай өз болашағын қалай жоспарлайды? Сөз кезегін корреспонденттеріміз Бағдат Әлімхан қызы Ернур Жаңбырбаев және Зарина Джакановаға береміз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өтініші бойынша Қытай дамушы елдерге COVID-19 вакцинасының 19 миллион дозасын береді деп жариялады Синьхуа ақпараттық агенттігі. 10 миллион Қытай вакцинасының Қырғызстанға қайтарымсыз берілгені туралы Қытай елшісі Ду Девэнь Бішкекте Қырғызстан сыртқы істер министрлігі басшысы Руслан Қазақбаевпен ресми кездесуінде хабарлады. Ал 21 қаңтарда Ресей Қырғызстанға Спутник V вакцинасының 500 мың дозасы тегін беріледі деп мәлімдеді. Сонымен қатар, егер елде қажетті техникалық мүмкіндіктері мен жабдықтары бар компания болса, Ресей Қырғызстанда Спутник V вакцинасын шығаруға дайын екендігін атап өтті. Айта кетейік, қытайлық Sinopharm компаниясының коронавирустық вакцинасы 79,34% тиімділігін көрсетсе, ресейлік Спутник V 91,4% көрсеткен болатын. Осы тұстағы қайырымдылық жарысы екі елдің Орта Азиядағы ықпалын жоғалтып алмау үшін жасалып жатқан іс-әрекет пе екен? Әлде әр ел өз препараттарының тиімді екендігін күллі әлемге көрсету мақсатында жасап жатыр ма деген сұрақтар еріксіз туындайды. Қытайдың жаңа жылы 2021 жылдың 12 ақпанында жұма күні басталды. Мереке 16 күнге жалғасқанымен тек алғашқы 7 күні ғана мемлекеттік демалыс болып бекітілді. Еске сала кетейік, өткен жылы дәл осындай жаңа жылдық саяхаттар Қытайда коронавирустың одан әрі таралуына алып келген болатын. Осы жылы Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы мемлекет ішінде саяхаттанушы тұрғындардан 7 күн бұрын COVID-19 сынағын тапсырып, 14 күн бойы үйде бақылауда болуды талап ететін жаңа ережелер енгізді. Ал кейбір провинциялардағы жергілікті өзін-өзі басқару органдары шетелден қайтқан адамдарды үкімет бекіткен карантинді қонақ үйде 2 апта бойы бақылауда ұстауда. Қытайдың жалпы ішкі өнімі 2020 жылы 2,3%-ға жоғарылады. Бұл әлемнің басқа елдер арасындағы ең үздік көрсеткіш болып табылады. Пандемияға байланысты әлемде экономикалық құлдырау жағдайын ескерсек, тек Қытайдың оң көрсеткіште болу себебі неде? Қытайдың локдаунға байланысты дағдарысты құлдыраудан кейін экономиканы қалпына келтіруімен жалпы ішкі өнім өсімін 2,3%-ға дейін арттыруы 2020 жылдың 2-ші тоқсанына тура келді. Жалпы есеппен әлемдік экономиканың 5,8%-ын жоғалтқан Еуропа елдерімен және ақш-пен салыстырғанда бұл ең жақсы көрсеткіш болып табылады. Дағдарыстан жеңімпаз болып шыққан Қытайдың құпиясы медициналық жабдықтардың экспортының 41%-ға өсуінде болып отыр. Оған қоса тоқыма бұйымдарын жоғары технологиялық экспортты сату арқылы мемлекет өз қазынасын 11%-ды құрайтын $211 миллиард толтырған болатын. Сарапшылардың болжамы бойынша 2021 жылы Қытайдың жалпы ішкі өнімі шамамен 7%-ға өседі деп күтілуде.
Вашингтон мен Пекин арасындағы қатынастар соңғы 40 жылмен салыстырғанда шиеленістің шарықтау шегіне жетті. ақш президенті Джо Байден 4 ақпан күні мемлекеттік департаментте сөйлеген сөзінде Қытайда ақштың әлемдік аренадағы басты қарсыласы деп атады. ақштың жаңа сайланған президенті Қытаймен бәсекелестік күш позициясынан болады деп уәде берді. Бұған дейін де Байден Қытай саясаты ақштың өркендеуіне, қауіпсіздігіне және демократиясына қауіп төндірді деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттары Пекинді адам құқығы мен зияткерлік меншік құқығын бұзды деп айыптайды. Өткен жылдың қазан айында Қытай билігі мемлекеттің алдағы 5 жылға арналған даму жоспарын жариялаған болатын. Алайда бұл жолғы 5 жылдық жоспардың ерекшелігі нақты көрсеткіштерге жету бағыттары көрсетілмегендігінде. Сарапшылардың пікірінше, осылайша Пекин өз бастамаларының болашақта сәтсіздіктерге ұшыраудың алдын алуға тырысуда. 2 ғасыр мақсаттарының қиылысында жасалған 14-ші 5 жылдық жоспар ұлы ел құрудың негізін қалайды деп көрсетеді Қытайдың Жэньминжибао басылымы. Мәселен, 2011-2015 жылдарға арналған 12-ші жоспардың мақсаты білім беруді, ғылымды және жоғары технологияларды дамытуға салымды ұлғайту болса, 2016-20 жылдары өткен 13-ші 5 жылдықта мемлекеттің дамуын ынталандыру үшін инновацияларды пайдалануға баса назар аударылды. Аспан асты елі алдағы 5 жылда қаншалықты өзінің жоспарын жүзеге асыра алады? 14-ші 5 жылдықта Қытайға ұлы елді құруға тұрақты негіз бар ма? Осы және өзгеде өзекті мәселелер жайлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы және қазіргі заманғы Қытайды зерттеу орталығының директоры Нәбижан Мұхамедханұлымен сұхбаттасқан болатынбыз. Халықаралық қатынастардағы Қытайдың орны мен рөлі дейтін болса, қазір халықаралық қатынастарда Қытай ақштан кейінгі ең маңызды рөлді ойнап отыр. Өйткені Қытайдың экономикалық қарқынды дамуы әзір әлемдік экономикаға алдыменен экономика сауда жаласынан ықпал ету бүкіл Қытай әлемдік ұлы державалардың біріне айланып отырғаны шындық. Сондықтан қазіргі халықаралық қатынастарда глобализация қандай концепцияда, қандай ұғымда жүру керек деген мәселеге сайып отыр. Ол жөнінде Қытай өзінің негізгі ұстанымын ұсынды. Ол қандай ұстаным? Мысалы, бір белдеу, бір жол ұстанымы. Бұл шынын айтқанда, бұл бүкіл дүние жүзінде Қытайдың халықаралық қатынастарда ұсынып отырған бір глобализацияның балама жолы деуге болады. Өйткені қазірге дейін Қытай жібек жолы бойындағы мемлекеттермен 60-дан аса мемлекет, 100-ден аса ұйымдарменен бұл жөнінде келісім шарттар жасаған. Одан бері де мінекей 7 жылдың 100-і болды. 7 жылдан бері қарай бұл үлкен жобаны іске асырып келе жатыр. Ал енді оны іске асыруда не? Негізіне бұл дамушы мемлекеттер яки 3-ші дүниежүзі категориясына жататын мемлекеттерден болып отыр. Сондықтан Қытайдың әлемдік ықпалы қандай? Әлемдік ықпалы алдыменен осы мемлекеттерді өзіне экономикалық жақтан баурау арқылы өзінің ықпалын қабылдату. Бұл енді ашық дүние. Демек, мен 3 жылдың алдында мақала жазған, бір белдеу бір жол және жаһанданудың жол айрығында деп. Жаһандану қандай концепцияда жүру керек, қандай ұғымда болу керек, қандай құндылықтарда болу керек деген мәселеде Қытай өзінің құндылық көзқарастарын ұсынып отыр. Демек, бұл жерде бір белдеу бір жол Қытайдың мега жобасы. Оның ар жағында адамзат тарихының ортақ қауымдастығын құру деген идея негіз. Өйткені сіздің тағдырыңыз байланды деген сөз басқа бір елге. Тағдырыңыз байланды деген сөз. Ал енді осындай жағдайда әрине оның ар жағында сіздің мемлекетімізде біздің мүддеміз, біздің мемлекетте сіздің мүддеңіз болу, араластық болуы мүмкін. Бірақ Қытай алып ел экономикалық, онымен тең болатындай, оған бәсекелес болатындай мемлекеттер өте аз. Осы тұрғыдан алып айтқанда, бұл мега жобасының Қытайдың бұл әлемдік жаһандану жағдайына бұл балама ретінде ұсынып отырған жоба деп қарауымыз керек. Өнен кейін бұл әлемдік глобализацияда қандай құндылықтарда глобализация болу керек? Адамзатқа ортақ
құндылықтарда ма, әлде белгілі бір саяси партияның құндылықтар негізінде жүрілу керек пе? Міне мәселе осында. Демек, бұл жерде шығыс пен батыс арасында, шығыстық концепция, яки қытайлық концепцияда, болмаса батыстық концепцияда осы глобализация процесі қалай жүріледі? Мәселе өз жерде. Қазіргі әлемдегі құндылықтар арасындағы, ақш пен Қытай арасындағы әзірге таластар, мына сүркелістер болсын, соғыстар болсын, бәрі де неде? Бұлда түп нұсқада адамдар құндылығындағы таңдауына жатыр. Сіз қандай жолды таңдайсыз мәселе? Мінекей осы таңдау арасындағы айырмашылықтар, мінекей мемлекеттер арасындағы тіпті кикілжіңдерге апарып жатқан негізгі факторлар. Мысалы, Қытайдың сыртқы саясатында да ақш ол бірінші орын ұстайды. ақш-тың сыртқы саясатында да Қытай нөмірі бірінші мемлекет. Бұл екі мемлекет арасында, өйткені Қытайдың әзіргі өрлеуіменен ақш-қа толығымен бәсекелеске түсетін мүмкіндіктің келуіне байланысты. Әсіресе экономикалық жақтан Қытайдың өрлеуіне байланысты оның ықпалы күн санап артып келе жатыр. Бұл тек қана экономикалық тұрғыдан емес. Мемлекеттің экономикалық дамуына әскери әлеуетінде жоғарылауына әкеп соқты. Мысалы, Азия Тынық мұхиты аймағындағы мәселелердің бәрі де және де Қытайдың соңғы кездегі негізгі қолданып отырған бұл өктемдік сыртқы саясаты деп аталатын сыртқы саясат бар. Демек, бұл жерде Қытайдың ұстанымына қалайда өктемдікпен көндіру. Сондықтан көптеген елдер наразы болады. Бірақ екінші бір жағынан Қытайда үлкен әндерде майшелпек жатыр. Ол әлемдік үлкен рынок ол. Қытай рыногына бармайынша батыс елдерінің қазір кезде жоғары деңгейде пайда табу мүмкін емес. Сондықтан экономикалық ол жақтан өзін баурайды, ал саяси жақтан өзінің құндылығын ұстанады. Міне ақш пен Қытай арасындағы мәселе неде? Ол дүниежүзі сауда ұйымының ережесі бойынша ойнайды айтады. Қытай оғанда уәдәсін берген, келісім шарттарға отырған. Бірақ Қытайдың өзінің ұстанымы, өзінің жүрер жолы бар. Қалайда осылай келгенде шыны керек экономикалық сауда ақш жеңіліп отыр, ұтылып отыр. Сондықтан Трамп үкіметінен басталған Қытайға санкция салу міне осыдан басталған. Қазіргі жағдайда да әлемнің өзі қайшылықты. Әрі Қытайдың міне тоталитарлық бір партиялық саяси жүйесін жек көреді, бірақ үлкен майшелпек жерде жатыр. Оны міне сауда экономикалық қатынасқа бару керек. Мінекей әлем осындай қайшылықты дүниеде арасында әзір өрістеп келе жатыр десек болады. Қытай бірінші кезекте өзінің саясатын ғылыми зерттеу негізінде қабылдайды. Белгілі бір жоба бастаудың алдында бірнеше жыл бұрын оның кейбір сынақтарын өткізеді. Оған ресми прагматиктік сараптама жасайды. Өнен кейін барып оның саясат ұсынады. Ал Қытайда осындай ақыл-ой, парасат қамбалары өте көп. Қоғамдық ғылымдар жүйесінде, жоғары оқу орындары жүйесінде, әлеуметтік зерттеу орындары жүйесінде, басқасын былай қояйық, Қазақстан, Орталық Азия зерттейтін институттарының әзір көптігі сонда 30-дан асады. Екінші бір нәрсе, бұның әрқайсының азында 7-8 адам, көбінде 100-ден аса адамдар жұмыс жасайды. Бұл адамдарға қаржы қалай бөлінеді? Мемлекеттік бюджеттен бір бөлінеді, грант формасында 2 бөлінеді. Бұл адамдардың жаңағы жұмыс жасау мүмкіндігі толығымен жасалған, қаралған. Мамандар анау университет қабырғасынан бастап бакалавриат, магистрант, докторант тұрғысынан сол елдің тілін игерген, сол елдің мәдениетін білетін, сол елдің тарихымен таныс осындай мамандарды дайындап та отыр әзір. Ал енді салыстырмалы түрде айтқанда, Қазақстан, Қытай үшін айтқанда бір шағын ғана мемлекет. Неге сонша көп институттарын, сонша көп осы Орталық Азия, Қазақстан, Шығыс Еуропаны зерттеп отыр? Ал біз Қытай деген әлемдік, Қытай тану ғылым деген әлемдік ғылым. Ал бізде бір үкімет тарапынан қаржыландырады.
институттар, орталықтар жоқ. Әрине кейбір университеттер менің орталығым сияқты құрып алғандар бар, бір адам, екі адам өздерінің шәкірттерімен жұмыс жасап жатқан. Бұлдай 10 нешесі бар біз университет. Бірақ осының бәрін ұйымдастыратын, топтастыратын, жүйелейтін бізде механизм де жоқ, қаржылық мүмкіндік те жоқ. Сондықтан біздің егер сыртқы саясатымызда Қытай Халық Республикасы Ресейден кейінгі екінші орын ұстайды деп елбасы айтқан, расында да сондай, кейбір экономикалық мүдделік жақтан әлде Ресейден гөрі басымдырақ. Ал енді осындай мемлекетті зерттейтін бізде, жүйелі зерттейтін, ресми саясат қабылдайтын мекемелерге, органдарға ақыл кеңес ұсыныс жасайтын жүйелі бізде институт жоқ. Қытайдың Сүнзі Виңпа деген кітабы бар, Сүнзінің әскери стратегиясы деген. Сіз дейді, өзіңізді де біліп, өзіңізді де өзгені де білсеңіз дейді, соғысқа шыққан сайын жеңіске жетесіз. Өзіңізді біліп, өзгені білмесеңіз дейді, бір жеңіліп, бір жеңілесіз. Өзіңізді де өзгені де білмесеңіз, соғысқан сайын жеңілесіз дейді. Міне осындай стратегия. Сондықтан бізге білу керек, түсіністік керек. Түсіністік болу үшін қайды керек? Біздің жоғары деңгейдегі жас таланттарымызды ұйымдастыра білуіміз керек. Ол мемлекетке қажетті. Бұл мемлекеттің стратегиясына қажетті. Ұлтымыздың болашағына қажетті. Қоғамымыздың дамуына қажетті ұлыс. Осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.